Ата! Ай! Ай, не болды? Ата, ауылда жиналыс сізді шақырып жатыр. Между Узбекистаном и Казахстаном. Напомним, в 2001 году в Астане на первом этапе была осуществлена делимитация 96% общей протяженности границы. Вопрос по оставшейся части границ, занимающий примерно 4% от общей протяженности, будет решаться сегодня. Қалай бұл сонда? Аға, енді не істейміз? Шекарамын ауылды екіге бөлетін болды ғой. Сонда сіздің үйдің арт жақта болады ма? Көрші, құтты болсын. Біздің үйлеріміз Қазақстан аумағына қалады ғой. Сен не деп тұрсың? Мен бір емес, екі балам арғы көшеде тұрады. Мен не істеуім керек? Ағайын, сабыр. Сабыр етіңдер. Аға, сіздің де үйіңіз Өзбекстан аумағында қалайын деп тұр ғой? Мен де ауылдың екіге бөлінгенін қаламаймын. Бұл біздің де туған жеріміз. Осы жерде біреуміздің ұлымыз, біреуміздің қызымыз үйлі жайлы болды. Жоғарыдағылар тәуелсіз еліміздің бөлінгеніне жол бермейді деп үміттенейік. Бірақ кез келген жағдайға дайын болуымыз керек. Егер ауылымыз екіге бөлініп жатса, жүктеріңді жинап, Қазақстанның аумағына көшуге дайын отыру керек. Ай, не болды? Жүр. Әй, шалау, таста, сүйінші. Ой, кемпір, не болып қалды? Шекара ауылда айналып өтетін болды. Не дейді? Иә, ешқайда бармаймыз. Әне, анау жерден Қазақстан аумағы басталады. О, тоба, ақсарбас. Ай, мынау жақсы жаңалық қой, а? Ай, мынау. С Узбекистаном граница проходила прямо по дому, когда спальня в узбекской стороне, кухня в казахской стороне. Или вот полностью поселок, где живут казахи. Они хотят быть в Казахстане. Ну что делать? Я говорю, слушай, давай вот так вокруг расчищем, и тебе столько же территории мы в другом месте отдадим. Не ущемим, ты можешь говорить, что вы ничего не проиграли.